шетелдіктер және әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің тапсырмасына сәйкес өңірлерде құрылған ақпараттық ағартушылық штабының кезекті сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Текелі қалалық әкімі аппаратының заң мемлекеттік құқықтық жұмысы бөлімінің бас маманы Жаңбырбаева Ғалия Батырғалиқызы. Ғалия Батырғалиқызы, кезекті тікелей эфирімізге қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті жетістер? Сәлеметсіз Гүлжан? Енді ең алдымен Жетісу адалдық алаңы жобасы аясында құрылған Адал ұрпақ еріктілер клубының жұмысы туралы тоқталып айтып өтсеңіз, тікелей эфир көрермендеріне, және біздің мектептердегі құрылған Адал ұрпақ еріктілердің қоғамға қосып жүрген үлесі жайлы кеңірек тоқталып өтсеңіз. Жақсы, Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің бастамасы болған. Қаламыздың барлық жалпы орта білім беру мекемелеріндегі Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары 2016-17 оқу жылынан бастап арнайы концепциясы бойынша 3 секцияға бөлініп, қазіргі таңда тәрбие жұмысына мектептегі атсалысуда. Енді бұл ұйымдар өскелең ұрпақты адамгершілік пен патриоттық сезімге тәрбиелейді. Олардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін арттырып, сақтап, әрі нығайтып, ең қазіргі заман талабының туындап отырған үрдісі екенін айтып өту керек. Және Адал ұрпақ жобасы жастарды білімділікке, адалдыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеуге бағытталған. Текелі қаласының Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары Алматы облысы бойынша 3 жыл қатарынан ең белсенді клубтар ретінде туларын көтеріп келе жатыр, белсенділер қатарында. Атап айтқанда, алғашқы қарлығаштары 2017 жылы Алматы облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарының облыстық слеті ұйымдастырылған болатын. Ең бірінші слеті, сол слетқа 7-ші орта мектептің оқушылары қатысып, командасы қатысып, сонда ең үздік ақпараттық топ номинациясына иеленген болатын. Одан кейін 2018 жылы облыстық слетқа 5-ші орта мектеп қаладан жолдама алып, аудан қалалардың арасында бірінші кезеңнен өтіп, іріктеуден өтіп, облыстық слетына қатысып, 3-ші жүлдеге ие болды. 2019 жылы номер 4-ші орта мектептің Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары мүшелері командасы, олар 2-ші орынға ие болды. Соның кейін барлығы сыйлықтармен марапатталды. Өткен 20-ші жылы өздеріңізге мәлім, өкінішке орай пандемияға байланысты слет болған жоқ, бірақ Антикордың облыстық онлайн конференциясында 4-ші орта мектептің Адал ұрпақ ерікті мектеп клуб мүшелерінің ортасында 4-ші орта мектептің жұмысы көрсетіліп, оң бағасын алды. Және жаңа жылдың қарсаңында парасатты отбасы құндылықтарын насихаттау мақсатында республика көлемінде азаматтық бақылау жобасымен қолдау тауып өткізілген парасатты отбасы хэштегімен орналастыру арқылы бейнероликтер байқауында Алматы облысы бойынша 234 өтінім берілген болатын отбасылардан. Соның арасында 20 отбасы іріктеліп, сол 20 отбасының арасынан номер 5-ші орта мектептің Мұсановтар отбасы зейінді отбасы номинациясына ие болды. Және номер 4-ші орта мектептің Байжановтар отбасы жүлделі 1-ші орынға шығып, Алматы облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің марапат қағазымен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Біраз жұмыстар атқарылған екен, жаңа айтып өттіңіз өзіңізде. Және өзіңіз айтып өткендей, шынымен де жас ұрпақты адалдыққа дәріптеп, құрбы-құрдастарына ізгілік дәнін сеуіп жүрген жастар қаншама. Осы орайда олардың қоғамдағы өз құқылары мен теңдіктерін, әсіресе жемқорлықпен күрес жайлы таным түсініктері қаншалықты артты деп ойлайсыз? Сол жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Енді халқымызда жақсы даналық сөздер бар. Жас кезінде білім берсең қалайда, өсе келе қолы жетер қалайға деген даналық сөз бар. Қазіргі балалар кешегі біз емес,
олардың таным түсініктері бізден артық деп есептеуге болады. Жемқорлыққа деген мәдениеттері қалыптасып келеді күннен күнге. Өз заңын құрметтеп, жаңағы қастерлейтін, еліне шын берілген адал ұрпақ еліміздің кепілі, ертеңгі кепілі деп ойлаймын. Жалпы міне қазір бізде қоғамда кеңінен талқыланып жатқан отбасындағы зорлық-зомбылық туралы, заңнама туралы пікіріңіз. Жалпы осы отбасындағы тәрбие қандай болу қажет деп ойлайсыз? Отбасындағы зорлық-зомбылық заңын әлі де жан-жақты қарастыру керек деп ойлаймын. Бала отбасынан жақсыны да, жаманын да көреді, соның бәрін бойына сіңіреді. Сондықтан да халқымыз бала ұяда не көрсе, жаңағы ұшқанда соны іледі деп теке айтпаған. Сондықтан бала үшін ата-анасынан артық адам жоқ. Баланың бас ұстазы ата-ана деп айту керек қой. Жалпы сіз өзіңіз қаншалықты балаға дұрыс тәрбие беріп жүрмін деп ойлайсыз? Отбасындағы тәрбиедегі басты өзіңіздің ұстанымыңыз қандай? Сол жаңағы ұстанымды айта кетейік тағы да. Бала үшін ата-анасынан артық адам жоқ. Сондықтан баланың бас ұстазы өзіміз ата-анамыз. Өйткені ата-анасына қарап бала ұл өседі, жаңағы әкесіне қарап ұл өседі, қызына қарап қыз өседі дейді. Анасына қарап қыз өседі дейді. Жалпы адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деген ұлы абай. Балаға отбасыдан даритын туа бітті қабілет пен дарынды дамытып дұрыс тәрбие беру мұғалімге міндеттелетіні сөзсіз. Өткен жылы қабылданған педагог мәртебесі заңы мұғалімдерге қандай артықшылық берді жалпы? Енді қай заманда болмасын педагогтың мәртебесі жоғары болу керек деп есептеймін. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер деген жаңағы қазақтың сөзі ұстаздықтың деңгейін көрсетіп тұр ғой. Педагог мәртебесін көтеру жаңашыл педагогты қалыптастырудың жарқын жолы. Ұстаз деген бұл есімге өзі лайық болса, ешкім ондай мұғалімге қысым жасай алмайды деп ойлаймын. Оқушының білімді болуы ұстазға тікелей байланысты. Өйткені мұғалім қандай болса, мектеп сондай болады. Мұғалім білімді болса, ол мектептің оқушылары да білімді болады. Педагог мәртебесі жас ұрпаққа заман талабына сай, жаңа білім беріп жан-жақты дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті және үлкен сұранысты қазіргі заманда талап етеді. Және де енді адалдық, әділдік, парасаттылық ұстанымдарын түсіндіріп өтсеңіз. Енді адалдық деген ол адам мінезінде ең бағалы қасиет. Сондықтан ол енді өз ойымша шыншыл болу керек адам, таза болу керек, адал, таза, адамгершілігі мол. Ал енді әділдік ол турашылдық қой, тураны айтатын, дұрыс айтатын, дұрыс жолмен жүргізетін. Парасаттылық ол кісілік қасиеті деп айтылады. Онда ақылды, білімді, парасатты, адамгершілігі мол адамды айтады. Ғалия Батырғалиқызы, бүгінгі ашық сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Сізге көп рахмет. Құрметті тікелей эфир көрермендері, біздің бүгінгі кезекті тікелей эфиріміз осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет.